Олыңыздар кезіндегі Алатау Жастар әнби ансамблінің негізін қалаушылардың бірі. Бүгінгі таңда сонау Петербор қаласында қазақ мәдениетін, қазақ әнін танытып жүрген, насихаттап жүрген, қазақ өнерін насихаттап жүрген Салтанат Бигулина апкеміз келіп отыр. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қазақстанға қош келдіңіз дейін ба? Қазақстанға солай десе де болады. Қазақстанға қош келдіңіз. Қашан келдіңіз? Осы Қазақстанға келу себебім? Себебіңізді естіп қойдық негізі. Сонда да бір атап өтейін. Сонау 1997 жылы мектептің бітірген түлектеріміз. Сондықтан біздің 20 жылдық кездесу, рахмет, 20 жылдық кездесуімізді осы үлкен көлемде атап өтуге мені арнайы класстастарым сонау шетелде жатсам да іздеп тауып, сондай шақырту алып, соның бәрін қосып төркіндеп келіп қалдым. Мықты екенсіз. Сонау Петербордан әрине келіп отырған 20 жылдыққа. Біздің енді көп қой. Ол рас. Келмейді, ондай іс-шараларға көп қатынаспайтындар бар. Ал ауылыңыз қай жақта? Ауылым Сарысу ауданы, Жаңаталап ауылы. Жаңаталап ауылы. Мен сол жердің мектебін аяқтағанмын. Сол жерде сыныптастарым, ұстаздарым, барлығы сол жерде, барлық көз көрген, ескі таныс бәрін көріп, бір керемет көңіл күйде болып қайттым. Салтанат әпке, жалпы қазақтың әнін сонау шетелде Петербор қаласында шырқап жүрсіз. Сұраныс қалай қазақ әніне? Әрине, қазақтың әні тек қазаққа керек. Мен солай айтар едім. Еліктеушілік, әрине, осы орыстың жерінде тұрып жатыр екенмін деп, орыстың әндерін репертуарға қосып алып, жаңағы солардың көңілінен шығуға тырысып жататын отандастарымыз десек болады, болмаса басқа ұлт өкілдері баршылық. Менде бір ғана принцип, мен бірде-бір орыс әнін қоспадым репертуарыма. Ол былайша айтуға болатын шығар, негізінде ол шілей бітіп ұлтжанды, не дейді, дұрыс емес түсінікте қалыптасып қалуы мүмкін. Дегенмен, мен осы жақында сол Санкт-Петербургта, дәл орталығында бүкіл Наурыз мерекесіне орай өзімнің жеке шығармашылық кешімді өткіздім. Ән кешімді бердім. Сондағы менде бірден жаңағы ұйымдастырушыларға, жергілікті қазақтар, барлықтар түгел ат салысып, біздің студенттеріміз барлығы ат салысты бір кісідей жаңағындай. Сонда менің айтқаным, менің концертім тек қана қазақ тілінде қазақша әндермен өтеді. Тек қана қазақша әндер сұрқалады. Қазақ болады, ешқандай екі тілде өткізбеймін деп. Сондай өзіме сондай бір мақсат қойдым. Солай болды да. Ол жерге тек қазақтар келді ме, көрермен бе, әлде өзге ұлт өкілдері де келді ме? Негізі әр ұлт ассамблеясы бар ғой, жаңағы өкілдері келді, қонақ ретінде шақырылды. Қазақша ән тыңдады. Енді жалпы қанша жыл болды сырт елге кеткеніңізге? Жалпы Тараздан кеткеніме біраз болып қалды. Негізі Алматыға кеттім. Алматыда сол жерде еңбек сіңірген мемлекеттік Салтанат би ансамблінде солист қызметін атқарып, біраз сонда қызмет еттім. Осы 2012 жылдың жазында кеттік. 5 жылға жуықтап қалды. 5 жылға жуықтап қалды, сол жерде. Сағынып тұрасыз ба туған жерді? Әрине, неге сағынбасқа. Енді Алатау Жастар әнби ансамблі деп жатырмыз ғой, соны құрған алғашқы негізін қалаушылардың бірімін деп қалдыңыз. Осы туралы айтып отырайықшы. Алатау Жастар әнби ансамблі. Ол бір менің өмірімдегі ең бір жарық, керемет сәт. Мен естелік ретінде өтте бір үлкен сағынышпен еске алатын ансамбль. Ол кездегі жаңағы тікелей, қалай айтса, жаңағы басшыменен жаңағы әртістің арасындағы қарым-қатынас, байланыс, барлығымыздың бір-бірімізге тату коллектив болған. Ол Серік Әбікенұлы Үмбетовтің қолдауымен, сол кісінің бастамасымен ашылған ансамбль. Өте керемет ансамбль. Шіркін өміршең болғанда деп әттеген айымыз да бар. Талғат Орынтаев, керемет талантты күйші ағайымыз. Сол кісі басқарды. Біраз
Ержан Рысметов, жаңа сол жерде біраз кісілер қызмет атқардық. Осы ең алғашқы әнші ретінде қабылданған менің ең алғашқы коллективім сол Алатау ансамблі. Ғани Матебаев, Дана Махамбаева. Филармония. Біздің Жамбыл облысының қазіргі филармониясының әншілері, елімізге белгілі әншілер ағаларымыз. Араласып тұрасыз ба ол кісілермен? Міндетті түрде. Өте хабарласып. Міндетті түрде өте жақсы араласамыз, сыйластығымыз өте берік. Әбден еліктен өткен, өмірдің ащы тұшысынан өткен неғыз достар деп айта аламын. Міне жақында жаңағы 20 жылдық деп айтып қалдық қой. Сонда сонау Питерде жатып өзіме бірден жаңа жоспар құрдым. Не бере аламын мен халқыма? Ауылға не көрсете аламын? Бір енді ауылға не керек? Енді қазы қартамен болмаса бір керемет дастарханмен қазір Құдайға шүкір жағдай жақсы, халықтың таңғалдыра алмайсыз ғой енді оны. Мен сонау шетелден келіп мен қазасып берсем қызық емес деген сияқты. Сондықтан мен өзім жеке өнерімді тарту өткім келді. Ауылға сәлем деген ән кешімді ұйымдастырып, осындағы Жамбылдағы менің жаңағы сіз айтып өткен үзеңгілес достарымызды, бүкіл елдің халықтың беткестар әншілерін, Мадина Сағымбекова, Қайсар Көкішев, Дана Махамбаева, Ғани Матебаев, Маралбек Бабақұлов, жаңағы барлық достарымыз жиналып, Асхат Абзалбеков деген өте талантты ақын жігіт өзі тізгінін ұстады концерттің. Сол кісі бастап жүргізіп, ауылға мына жаңағы Байқадам орталығы Саудакент, сол жерден қайтып кетеді, көп концерттер, жаңағы барлық әртістер. Ал мынау әр жағында бір 2,5-3 километр жердегі жаңағы Жаңаталап ауылына жетпей қалады. Ауыл жақтағы қарт кісілер бері қарай келуі тағы да ыңғайсыз. Сондықтан бірден сол ауылға тікелей клубты жақсылап, ауылдың өсшіліні осы орайда ауыл әкімдігіне, сол жердегі ұстаздарыма, сыныптастарыма үлкен-үлкен алғысымды білдіріп қояйын. Енді сіздің 20 жылдыққа келгеніңізді негізі естігенбіз. 20 жылдыққа келіпті осы кісі Петербордан сонау, бірақ ән кешіңізді бергеніңізді ауылға, мұндай бір керемет іс ұйымдастырғаныңызды біз өзіңіздің аузыңыздан естіп отырмыз. Шында да керемет, ауылды бір ағаларды, қарттарды, ауыл тұрғындарын бір сергітіп тастаған едіңіз мейрам қарсаңында. Бәрекелді, енді бір нәрсе сұрайыншы. Жалпы өкінбейсіз ба? Елден кетіп, шетелге барып, осы өзіміздің елде тып-тыныш жүре бергенде. Мүмкін бұдан да атақты болар ма еді? Бәрі басқаша болар ма еді деген ой болуы мүмкін. Ондай өкініш жоқ па сізде? Жоқ, мен өкінбеймін, себебі мен елге қайтамын. Мен елге қайтамыз. Біз белгілі бір себептерменен қоныс аудардық Санкт-Петербургқа. Жолдасымның жаңағы оқуымен, қызметімен сонда ауыстық. Ол бір белгілі бір уақытта аяқталады. Сондықтан мен елге қайтамыз, белгілі бір маман иесі болып, жаңағындай жақсы жетістіктермен елге ораламыз. Егер мүлдем кетіп жатсам, әрине өкінер едім. Шынын айтсам, осы жерде мен бір шындықты айта кетейін. Осы жерде қалсын десең. Ешкімесіне айтпайсың. Жоқ, өздеріне де айтқан мен негізі ол кісілерін. Сіздерге жаным ашиды деп. Шетелде жүрген қазақтарға барлығы бар, бірақ орыстанып кеткен. Жаңағыдай елдің бір сағынышын баса алмайды да ол кісілер. Әбден орнығып қалған, тағы бір 5 жыл, енді бір 10 жыл оқып бітіріп алайын, үйтіп алайын, былай деп, сол жерде қалып қалған. Сол кезде жаңағы көрсеңіздер, мен өткен байқаған өзімнің ән кешімде көздеріне жас алып тұрып, сағыныш бар. Сағыныш деген енді өртеніп кетті ана жерде. Жылап, сондай сезімдерін, көңіл күйлерін білдіріп, тура Қазақстанда жүргендейміз деп ортаға шығып кетіп, жаңағы қазақша әндерге билеп, бір еркін сезініп өздерін. Артынан жаңағы барлығы рахметтерін айтып, сол сахнада бүкіл салт дәстүрді көрсетуге тырыстым. Айта кетейін, кештің тізгінін ұстаған Мұхаммедер Рашай, сіздердің әріптестеріңіз, менің досым. Сол Астанадан келіп өзі тізгінін ұстады. Осында Тараздан ең керемет талантты әнші, жастардың жаңағы шабытын қоздырып, бәрін шыңғыртып тұрып, әндетіп, шуылдатқан Қайсар Көкішев. Сондай шетелде жүрген бүкіл қазақ студенттері енді қазақтың туыменен анау әуежайдан бастап күтіп алып, аяғымызды жерге тигізбей бүкіл қазақ әртістерін солай қолдады.
Содан және Салтанат би ансамбліндегі Ернұр Қарыққұл деген биші келді. Қара жорғаның, бүркіттің неғыз керемет биін көрсетіп, қазаққа танытып жүрген биші жігіт. Сол осы үш әріптесімді шақырып, енді ана концертті керемет деңгейде өткізіп, өздерінің барын көрсетіп, енді қазақтың неғыз биін көрсетті, әнін естіп, иісін сезініп, кәдімгі көрермен өте ырза болып кетті. Сіздің айтуыңыздан ақ осылай концерттің керемет жоғарғы дәрежеде өткен байқалып. Эмоцияны мен қазір мына екі ауыз сөзбен айтып жеткізе алмаймын халыққа. Ол деген енді керемет дүние болды. Артынан сол жерде кішкентай кіші қызым сол Петербургда дүние келді. Есімі Зияда. Сол жерде тұсауын кестірдік. Сахнада тұсауын кесіп. Ол да қазақтың бір дәстүрі. Әрине, тұсауын кесіп, шашылып, артынан сол келген бүкіл залға келген қонақтарға дастархан қазақтың наурыз көжесі таратылып, еті асылып, бауырсағынан бүкіл қазақтың дәмінен сөз жерде халық ауыз тиіп керемет артынан отырыс болды. Бәрекелді, қуаныштымыз. Осындай өзге елде қазақ өнерін, қазақ мәдениетін насихаттап жүрген әпкеміздің барына біз шынында да қуаныштымыз. Енді ауылға келіп, туған жерге келіп, ән салып, бір демалып кетіп бара жатыр екенсіз. Сағынышыңызды басып, мауқыңыз басылған шығар, Енді иә, жақсы. Бәрекелді, туған жерге барып, ауылға барып ән шырқадыңыз. Енді бізді, сіздің әніңізді естімеген біздің көрермендеріміз де бар. Көрермендерге де бір ән тарту етуге қалай қарайсыз? Жарайды, жақсы қараймын. Қуана-қуана, Қуана-қуана тарту. Қандай ән орындайсыз? Жергілікті өзіміздің жерлес композиторымыз Төлеу Ішқоңыровтың Аққу мөлдір деген әні. Ой, бәрекелді. Қымбатты көрермен, біз студиямызда Салтанат Бигуллинаның орындауында керемет әнді тыңдайтын боламыз. Ал әзірге